Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін үйде жұмыс істеп отырсам, балаларым мазамды әбден алды. Осындай бір керемет суши тортты жасайықшы деп, мен де жасауға кірісіп кеттім. Ол үшін бізге күрішімізді жақсылап мұздай суға жуып аламыз да, жайлықта пісіретін боламыз. Одан кейін осындай крабовый палочка қажет болады. Крабовый палочкамызды осылай майдалап турап алатын боламыз. Содан кейін үккіштен біз сырымызды өткізіп алатын боламыз. Енді бізге осындай ыдысқа крабовый палочкамызды және де бұл жерде бізге творожный сыр қажет болады. Творожный сырымыздың үстіне кішкене ғана майонезімізді салып, жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырып алатын боламыз. Міне бізде осындай салмасы дайын болды. Одан кейін бізге тағы да бұл жерде сыр қажет болады. Сырымызды күштен өткізіп аламыз. Үстіне икра қажет болады. Икрас лососем деп айтылады. Оның үстіне азғантай ғана майонезімізді салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алдық. Міне бізде осындай масса дайын болды. Енді күрішіміздің үстіне рисовый уксусты және дәміне қарай тұзымызды салып, осылай ыңғайлы өзімізге бір ыдысқа жақсылап салып алатын боламыз. Сосын бізге екінші слой, яғни крабовыйдан жасалынған слойымызды күріштің үстіне жақсылап жағып шығатын боламыз, біркелкі қылып. Содан кейін үшінші слойды жағамыз. Бұл жерде үшінші слойда біз икрадан жасалынған слойымызды жағатын боламыз. Содан кейін бізге қызып тұрған пешке 15-20 минут пісіретін боламыз. Міне мен осылай бүгін балапандарымды суши торт жасап қуанттым. Міне бізде осындай суши торт дайын болды. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Әлі көптеген рецепттер шығады. Міне осы суши тортты осындай нориді алып жейтін боламыз. Дәмі енді күшті болып шығады. Сіздерге ас болсын.